Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде желтоқсанның 12-сі. Қазір біздер Яндекс қызметінде жұмыс. Индрайвермен жаңа үй жақтан ағайынды Жұбановтар көшесіне 1000 теңгеге адам алып кеткенбіз. Одан кейін Яндекстен тапсырыс түсті. Ол екінші тапсырыс. Ол бізде Есет Батыр көшесінен, жоқ, Әбілқайыр хан даңғылынан Мета академияға түсті. Медицина академияға. Одан үшінші тапсырыс, яғни Яндекстен екінші тапсырыс бізден. Ол жақын жерден сол Қонаев, Дінмұхамед Қонаев көшесіне енді үшінші тапсырыс түсті. Ол бізден екі тапсырыста 939 теңге таза табыс түскен маған. Эконом тарифі бойынша, Ақтөбе қаласы бойынша эконом тарифі бұл. Тек эконом тарифі қосылып тұр менде, өйткені жеткізу қызметімен нені алып тастаған болатынмын. Сағат 11 болды, 10-ға 10 минут қалды, яғни 11 болды. Енді қазір біз 11-ден сағат 2-ге дейін, жоқ, сағат 12-ге дейін осы эконом тарифінде жүреміз. Сосын 12-ден 2-ге дейін жеткізу қызметінде, яғни Яндекс.Еда жүретін боламыз. Слот алып қойғанбыз, жоспарланған слот 0,6 коэффициентпен. Енді қазір сол слотта жұмыстанатын боламыз сағат 12-ден 2-ге дейін 2 сағат. Одан кейін бізде жоспар бойынша мен демалғанымда қалай дүкен аралаймын, сондай шаруалардан. Өйткені бізде мына бір неміз жұмыстағы кісілер еңбек демалысына еңбек демалысы емес, зейнеттік жасқа келіп, зейнеттік жаста шығып жатыр екен. Соған кішігірім отырыс болады. Соған кішкене сыйлық ретінде сыйлық қару керек болатын. Кеттік, бөлісетін болады. Бұл жерде енді Яндекс такси қызметі және де влог болатын болады. Яндекс.Еданы қосып жіберетін болады. Осы үшін шамамен ролик, өзім ойымша бір 10-15 минуттың жобасы, 20 минут әрі кетсе. Сондай деп ойлаймын. Кеттік, жолымыздасын. 5 тапсырыс орындаппын Яндекстен. Шынында 231 теңге. Оның орташа есептен 620 теңге ме, 640 теңге ме, сондай жобасы. Енді қазір апортқа бара жатырмын. Қазір апорттан бірдеңе жеп алып тұр. Енді пирожки ма, бірдеңе алып қояды жаным. Кішкене қарным ашып тұр, завтрак ішсем де. Сосын Яндекс.Еда қызметі бойынша шығай беретін боламыз. Мен қазір мына жерден тек сатып аламын, сабай алып кетемін де. Сосын қызметке шығып кете береміз. Уже безендіріп тапты. Арттағы темасын алып ішке қысып қоямыз. Барып қайтайық. Так, шамамен 24 минуттан кейін, 27 минуттан кейін слот басталады. Бірақ ертелік бастаймыз бізде. Шай медпен. Тары бар дейді бақшы. Сосын ода сосиска тесті екеуі 9 теңгеге шықты. Қалай білесіздер? Қымбат па, нормально ма? Мына жақта апортта. Сағат 11:49-да желіге кірдік. Тапсырыс түсіп жатыр. Ол бізде Саламбродан ағайынды Жұбановтар көшесіне Саламбро. Енді қазір кетіп бара жатырмыз сол жаққа. Бұйырса. Жақсы, өте жақсы. Көңілден шығады. Осылай көп болса тапсырыста өте керемет болады. Бұл Яндекс.Еда. Еске сала кетейік, бұл Яндекс.Едадан алғашқы тапсырыс. Желіге 12 минут бұрын шықтым ерте. Кеттік. Алғашқы тапсырысты аяқтадық. 711 теңге. Екінші тапсырыс түсті. Ол бізде тоже Саламбродан. Жаңа барған Саламбродан. Жап-жақын арасы. Қазір мына жерге көрсетейін, скриншот жасап көрсетейін. 500 метр ма мына тапсырыс, сондай болды. Бар болған. 400 метр ма тіпті. 4-ші қабатқа көтерілдім, тек сол. Былай. Бәрі әдемі. Тапсырыстар өте әдемі келе жатыр.
осылай жалғаса берсе тіпті жақсы. Бізге мультизаказ түсті, яғни 2 тапсырыс. Бірінші тапсырыс дайын, екінші тапсырыс 47:00 әлі дайын емес. Сол себептен күтіп тұрмыз. Кішкене қала тынысын қараңыздар. Ақтөбе қаласы, мынау Ағайындар Жұбановтың көшесі. Сағат 2 тапсырысты аяқтап тастадық. 3 тапсырыс аяқтап тастадық Яндекспен. Мынау 2 тапсырыс жаңағы мультизаказды аяқтап тастадық, мульти тапсырыс. Екеуі де бір здание, екеуі де бір мечтаға. Сенесіздер ме? Енді қазір айым ресторанға шығып бара жатырмыз, бұрынғы Макдональдс. Сол жерден тапсырыс алып кететін боламыз. Ол бізде 4-ші тапсырыс болады. Керемет. Екеуі де мечтаға. Тапсырыстар міне, бірінші тапсырыс осындай болды, екінші тапсырыс міне мына жерге өтті. Енді қазір сағат 12:30, жарты сағаттың ішінде 3 тапсырыс орындап тастадық. Керемет, жаман емес. 4-ші тапсырысқа бара жатырмыз. Алдында білесіздер, жарты сағатта 1 тапсырыс орындайтын едік. Бар болғанша. Енді қазір өте керемет 4-ші тапсырысқа бара жатырмыз осы уақытта 12:30-да. Енді қанша 10 минут бұрын ерте бастадым, соның пайдасы болар мүмкін. Қазір көреміз енді осы тапсырысты бітіріп тастағаннан кейін қалай тапсырыс береді. Егер де расымен де тапсырыс беріп жатса, жақсы, онда шынымен де не? Тапсырыстар жақсарған деген сөз. Бірақ коэффициент әлі аз. 2:1, 2:2, сондай. 2:2,5 аспайтын сияқты шамамен. Звондап отырық. Ашпай тұр. Ескі бәдім кеше. Қысып болады кәдімгідей. Қысылып қалып жүзден жаңа. Ештеңе басқан жоқпын, өзім өзі қозғалып кетті. Алдын қыстым сосын. Қызық, е? Лифті обратно істедік. Домофонның кілтін біз істейді екен. 9 этаж. Қиын осындай. Біз мультизаказ Киевстен бірінші тапсырысты аяқтадық, енді екінші тапсырысқа бара жатырмыз. Ол да жақын, мына жерде 2,5-3 шақырым жолымыз. Соған барамыз қазір. 6-шы қабат. Жайлы түсуге болады. 6-шы тапсырысты орындап тастадық, енді 7-ші тапсырысқа бара жатырмыз. 7-ші тапсырыс ол бізде апорт. Мана таңертең мана сосиска тесте алдым ғой. Сол апортқа бара жатырмын қазір. 7-ші тапсырыстан кейін қанша теңге түсті, сол 7 тапсырыстан сіздермен бөлісетін боламыз. Кеттік. 5 дейді. Қандай жақсы өкісінде. Тапсырыс, тағы тапсырыс. 7-ші тапсырыс сонда отырық, мұның бірінші болды. Сосын 8 тапсырыс беріп қойды уже. Яндекс. 5 этаж. Жаңа алған жерден апорт. 8-ші тапсырысқа бара жатырмыз біздер қазір. Үйдің алдына қалдырып кетіп еді. Қалдырдық, терезесі есігін тұрдық та өзі алып қалды. Жаңа лифт күтіп тұрған есігін. 7 этаж. Слоттың аяқталуына шамамен 3 минуттай қалды. 7207 теңге түскен екен, мен 8 тапсырыс орындаптым. Одан 12% алып тастағанда осындай шығады. Жақсы. Баршаларыңызға күндеріңізге сәттілік. Енді қазір 2-ден сағат 2 болды. Білмеймін, енді қазір үйге барып, сосын мүмкін сыйлықтарды іздеймін ба, сондай шаруа салышы, сондай шаруа атып шығар. Ертеңге драйверге заявка тастап қоямын Хромтауға. Мүмкін салон болып жатса, тіптен керемет болады. Таңда шығып кетіп, анаяқтан бері қайтып келе қоятын болсақ, тіптен керемет болар еді. Егер де Хромтауға шығып бара жатсам, әрине міндетті түрде айтатын боламын. Хромтауға адам басына 2500 теңгеден 10.000 теңге болады, 4 тонна машина. Жақсы, аманшылықта, саушылықта, баршаларыңызға күндеріңіз сәтті өтсін. Осындай кішігірім бізде влог түсірдік. Саулықта.